міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жұмыс істемейтін жүкті әйелдер қалай уақытша мәртебе ала алады? Ол үшін мобильдік телефоныңызға қолдау 24/7 мобильдік қосымшасын жүктеп аласыз. Осы жүктелген мобильдік қосымшада қысқаша тіркеуден өткен соң өтініш толтырасыз. Өтінішіңізде өтініштің түрін тіркейсіз, қай облыста тұратыныңызды таңдап аласыз және өтінішіңізге жүктілігіңізді растайтын анықтаманы тіркеп жібересіз. Осы өтінішіңіз міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына келіп түседі де, бір тәулік ішінде сізге уақытша мәртебе, сақтандырылған мәртебесі беріледі. Осы бір ай уақытша мәртебе берілген уақытта сіз тіркелген емханаңызға барып, жүкті әйелдер регистрына сізді дәрігер тіркейді. Осы регистрге тіркелген уақыттан кейін, 2 тәуліктен кейін сіздің мәртебеңіз сақтандырылған жұмыс істемейтін жүкті әйелдер жеңілдігі бар санатына өтеді.